Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта өтетініміз Python бағдарламасында while цикл операторы қолдану жолдарын үйренеміз. Шартты цикл while'дың жұмысымен таныс болайық. While циклін әзірше цикл деп те атайды. While циклдің ерекшелігіне келетін болсақ, циклдің қайталану шарты, цикл денесі жұмыс істемей тұрып тексеріледі. Яғни, цикл шарттың басында тексеріледі, программа денесі басталмай тұрып тексеріледі. Келесі ерекшелігі шарт циклы, цикл саны белгісіз болған жағдайларда қарастырғанда қолданылады. Оқушылар, енді практикалық жұмысқа кірісейік. Бірінші есепті алатын болсақ, 1-ден 10-ға дейінгі сандарды экранға шығаратын программа құрыңыз. Программа былай құрылады: i тен 0, while i кіші немесе тен 10, print i тен плюс 1. Бұл жерде i-дың бастапқы мәні 0-ге тен болады. While деген жаңағы айтқан әзірше циклы i кіші немесе тен 10-ға дейін орындалады. Нәтижесінде i-ды шығарамыз. Қадам саны бір қадаммен орындалады. Мысалы, көрейік. Бұл 0-ден бастап 10-ға дейін шығарып береді. Оқушылар, енді бұл программаны Python программасында көрсетейін. Есептің берілгенінде 1-ден 10-ға дейін шығару керек болған. Енді соның программасын жазайық. i тен бастапқы мәні 0-ге тен болады. Одан кейін шарт жазамыз. While i кіші немесе тен 10-нан қос нүкте қоямыз. Бұл жағдайда print i болады. Одан кейін соңында i тен i қосу 1 және оны қарайық енді. Бастапқы мәні 0-ге тен. Программа тексерген кезде 0-ді қояды. Осы жерге 0 қосу 1 бірінші мән кетеді. Одан кейін келесі мән 1-ге тен болады. 1 қосу 1 тен 2, тура сол сияқты қадаммен кете береді. Егер программа нәтижесін көретін болсақ, ранды басатын болсақ, экрандағыдай көріп тұрғанымыздай 0-ден 10-ға дейінгі сандарды шығарып береді. Оқушылар, осы программаны өздеріңіз қайталап көріңіздер. Енді сіздерге сұрақ: қалай ойлайсыздар? While циклын for циклінен айырмашылығы қандай? Дұрыс. Яғни, while циклінде біздің алдын ала белгілі бір әрекетті қанша рет қайталау керек екенін білмейтін кезде пайдаланамыз. Ал for циклінде керісінше. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.